мен онкологический больницаға жатып едім, осы жақтан соның емін қабылдадым, осы жаңағы луч андайларын. Сосын ішінде жүргесін бір келінім осындай немен айналысады екен. Маған айтады, апа сен не болмаса сондай дәрі ішіп көрмедіңіз ба деп. Сосын мен айтамын, жоқ, мен әуелі мынаның емін қолданайын. Сосын аппарат сынып қалды аяқтан. Сосын мен мынаның не қылдым да, осында келдім, врачына жолықтым, мен сондай онкологический больницада жатырмын, бірақ маған мынандай емделуге бола ма деп. Жаңағы енді қағазымды әкеліп көрсеттім, выпискамды. Сосын осы қарады да маған мынаны берді, сосын ona кистаға тағы бір капсул дәрі берді. Осыны ішеміз, в общем 90 мыңға дәрі алдым. Соны ішкеннен кейін өзім мықты жақсы көріп іштім, іше бердім, мен үшеуін таусылып, міне төртіншісін алып тұрып, бір айдан кейін проверкаға келдік, жақсы болып шықтым. 3 айдан кейін келдік, проверкаға келдік, жақсы болып шықтым. Енді тағы 3 айдан кейін кел дейді маған. Мен мынаны тағы алып тұратырмын. Бірақ жақсы результатым бәрі жақсы. Ем болсын. Маған көзім деген, зрением деген былай бұлдырап жететін еді, көзге жақсы болды. Сосын постоянно высокое давление 280-ге барады, енді давлениеме жақсы болды. Сосын асқазанда приступ болады, соған жақсы болды. Содан кейін маған мықты жәрдем етті өзімше. Ем болсын. Сосын жаңа қасымдағы келіншектерге айтамын, сен ішпе өзің біл, бірақ маған өзіме жәрдем етті. Мен тағы біреуін алайын деп бара жатырмын деді. Ем болсын. Сол маған мінекей ем болды. Енді жаңа жолдасымда ішіне қышымасы бар. Ол да келіп қазір қаралып осыдан аламын деп тұр. Сауығып Қымбат кетіңіздер. болғанмен бірақ мына аптектің дәрісіне 10 есе артық. Иә. Сол дәрі кетеді ғой аптекте де.